Ассалаумағалейкум. Шымкент Атажұрт партиясы группасындағы үлкен кіші ағайындар, қайырлы түн болсын. Бүгін қарашаның 4 күні 2022 жылы Шымкент қаласында Атажұрт партиясының кездесуі болды. Ежелден қазақтың туын тік көтерген жер, 300-дің 3 биінің ел басына күн туғанда бас қосқан жер осы Шымкент, Ордабасы тауы. Сол ежелгі бірлікті, ежелгі ірілікті, ежелгі даналықты, даралықты Шымкент тағы да көрсете білді. Осы жолда мына елдің басына күн туып тұр қазір. Алмағайып заман болып тұр. Соның міне желдің ығына шықпай, соған толқынға қарсы жүзгендей біздің азаматтарымыз, азаматшаларымыз өзінің азаматтық үнін, ойын, дәуірге дабыл қаққан дауыстарын естіртті. Бұған бір қауым ел куә болды. Міне ақпарат желісі арқылы барлығы тарап жатыр. Енді жалпы көп халықтың көкейтесті жұмысының негізгі қайнар бастауы, негізгі көзі осы Шымкенттен дабыл қағады. Сол үшін билік, ежелгі орыс билігі де, қазіргі соның шекпенін шешпеген қазақ билігі де осы оңтүстік өңірін, Шымкент шаһарын, осындағы ұлтшылдарды, осындағы халықты бас көтермеу, соны құл қылу, құлдырату идеясын қатты жұмыс жасап келді. Енді бұдан кейін жұмыс жасай алмайды. Өйткені халық қаңтар оқиғасынан кейін оянды. Қаңтар оқиғасы қазаққа көп нәрсені түсіндірді. Қаңтар оқиғасынан кейінгі түрмелердегі бейуаз жандардың жазалануы, өлім құшуы, мүгедек болуы, о да көп нәрсені ұғындырды. Сондықтан қазақтың оянатын жері келді. Оңтүстіктердің барлығы оңтүстіктен басталатынын бүгін оңтүстіктіктер, шымкенттіктер тағы да бір әйгіледі. Жалпы Шымкент өңірі Қазақстанның ту көтеретін, үлгі тұтатын өңірі. Мен осы ширек ғасыр жасаған Шымкент шаһарында көп нәрселердің куәсі болдым. Алла разы болсын біздің шырайлы шымкенттіктерге.